Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгін біз Оспанхан Әубәкіровтың «Елдестің ойыны» атты әңгімесімен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді, вербальді емес тілдік құралдарды қолдану және де сонымен қатар шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді анықтау. Ой сергек. Ойымызды сергітіп алайық, балалар. Мына өлең шумағын бірге айтып шығайық. Күн нұрын төгіп көгімнен, іргесі мұздың сөгілген, құйқылжып құстар ән салып, мың түрлі әуен төгілген. Балалар, біздің сабағымыз ойын түрлері туралы болмақ. Қазақтың ойын түрлері. Мына суреттен біз қандай ойын түрлерін көріп отырмыз? Барлығымыз бірге айтып шығайық. Бірінші суретте асық ойнау. Екінші суретте өздерің көріп отырғандай тышқан мен мысық ойыны. Үшінші суретте ақ сандық, көк сандық ойыны. Төртінші суретте ақ серек, көк серек ойыны. Бұл ойындардың барлығы сендерге таныс деп ойлаймын. Оқулықтың 39-шы бетін ашып, бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Ойнай білуде өнер. Бірінші тапсырмада шешендік сөздің мәнін түсіндіріп көр, суретті пайдалан. Қой асығы демеңдер, қолына жақса сақа қой, жасы кіші демеңдер, ақылы асса аға қой. Қойдың асығы болса да, оның сақасымен балалармен ойын кезінде барлық асықтарын ұтып алуыңызға болады. Солай ма, балалар? Ал жасы кіші адам жақсы дұрыс ақыл айтатын болса, дұрыс сөйлесе, онда ақылы асып тұрса да ағамен тең деген мағынада айтылған, балалар. Ал енді екінші тапсырмада мәтінді түсініп оқы дейді. 39-шы бетті ашып қойыңыздар, мен оқып беремін, мұқият тыңдап отырайық. Елдестің ойынында ойыннан басқа ештеңе жоқ. Әке-шешеге қолғабыс болмайды. Ал ойын дегенде жүгіріп кетеді. Мұның ойыны шатақ ойын емес, асық ойыны. Аспанға іліп қойған асықты атып алады. Мерген дегенде шек жоқ. Ертемен үйден шыққанда бір асық, бір сақамен кетеді де, кешке екі қалтасы толып қайтады. Балалар, мұның сақасы арқардың асығы, арқардың асығы, арқардың өзінде жүйрік болады деген секілді өсек айтады. Илануға болады, өйткені бұл көріп жүрген асықтан сүйегі таза әрі салмақты. Қаздай тізіліп тұрған асыққа дәлдеп тұрып жіберіп қалғанда снаряд түскендей. Асықтар аспанға бір-ақ ұшады. Жинай бер. Ұтылған адамның ашулы болатыны белгілі ғой. Балалар, арқардың асығы ойнатпаймыз, қой асығымен ойнайсың деп дау шығарады. Ертеректе асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген мақал болған. Сол доп ешкімді тоздырмай-ақ қызығып ойнайтын футбол ойынына ұласты. Балалар, бұл мәтіннің авторы Оспанхан Әубәкіров. Ал енді авторменен танысайық. Оспанхан Әубәкіров 1934 жылы дүниеге келіп, 1986 жылы дүниеден озған. 4 мамырда Алматы облысының Жамбыл ауданындағы Үшбұлақ ауылында туған. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясының театр факультетін тамамдаған. Мамандығы актер болғанымен, өзінің шығармашылық мұратын сатирадан тапқан. Ол республикалық газеттерде Ара журналында қызмет істеген. Сатиралық жанрмен бірге балаларға арналған өлең жыр, ертегі, пьеса, белгілі композиторлардың әндеріне мәтін жазуменен, аудармамен де айналысқан. Балалар, енді жаңа мағлұматпен таныс болайық. Оқулықтың 40-шы бетін ашыңыздар. Онда 4-ші тапсырма бар. Елдестің іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Өзің қандай ұлттық ойынды ұнатасың дейді. Сен мәтіндегі негізгі ойдың басталуы, жалғасуы, аяқталуы болатынын білесің. Мұны шығарманың құрылымы, композициясы деп атайды.
Композициялық құрылым сюжетпенен тығыз байланысты. Сюжет шығармадағы оқиғалар тізбегі. Балалар, дәптерімізді ашып, 5-ші тапсырманы орындайық. Мәтіннің композициялық құрылымына талдау жасаңдар. Мәтіннің басталуы. Мәтін қалай басталды? Елдестің ойыннан басқа ештеңе ойламайтындығы жайында басталды. Және жалғасуы. Қалай жалғасты мәтін? Сол туралы қысқаша жазып кетеміз. Және мәтін қалай аяқталды? Немен аяқталды? Сол жайлы қысқаша мағлұмат беріп кетесіңдер. Ал енді 6-ші тапсырмада өз пікірімізді білдіруіміз керек. Аяқталу бөліміндегі жазбаға түсіндірме беріп көр. Бір нәрсе немесе бір оқиға жөнінде түсіндірме беру үшін сол айтылғандарға дәлелдер келтіресің. Келісетінің, не келіспейтінің туралы айтасың. Бұл ауызша тапсырма. Мәтіннің аяқталуы. Ертеректе асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген мақал болған. Сол доп ешкімді тоздырмай-ақ қызығып ойнайтын футбол ойынына ұласты. Қазіргі заманда футбол ойыны ең ойындардың бір керемет түрі болды. Сол туралы өздеріңнің қысқаша түсіндірмелеріңді айтып кетесіңдер. Балалар, үйге тапсырма, мәтінді оқып, мазмұнын әңгімелейміз. Ал енді сабақтың соңында смайликтерменен көңіл күйлерімізді білдіреміз. Суретін сала қойыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.